Қанның қоюлануы дертке жатпайды, алайда ол қандай да бір қатерлі аурудың белгісі. Оны сұйылтып өз қалпына келтірмесе кез келген ағзада теріс әсерін беруі мүмкін. Тіпті созылмалы ауруларды басталуына себепші болады. Қанның қоюлануы адамды дертке душар еткізері бәріне мәлім. Оны сұйылту үшін ақ халаттылар жақсы үлкен кісілерге аспирин кардио, тромбы және басқа да дәрі-дәрмектерді пайдалануға кеңес береді. Дегенмен, аталмыш дәрі-дәрмекті жиі тұтыну асқазан мен ішек жолдарға кері әсерін беруі ықтималдығы жоғары. Сондықтан да дәрі қабылдау 3 айға созылса, кемінде 6 ай демалыс алу керек екендігі ескертіп айтылады. Осындайда қан сұйылтудың табиғи зиянсыз әдісіне көшу ең ұтымды жол болып саналады. Сіздермен бірге дауа арнасы. Қажетті ақпаратты көрмес бұрын біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз біздің шабыттандырар еді. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі. Қайнар көзі десек, артық айтпаған болар едік. Оның негізгі міндеттеріне оттегі мен ішкі организмге қажетті заттарды тасымалдаумен айналысуға ғана емес, бұл иммундық жүйені қамтамасыз етуде де тірлікке маңызды қызметтерді орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, майда тамшылар мен капиллярларға ену қиынға соғады. Ол кезегінше оттегінің жетіспеушілігі мен анемияға әкеледі. Бұл жағдайларда қанның ұюы пайда болып, ақыр соңы инфаркт, инсульт деген қауіпті ауруларға соқтыруы мүмкін. Бұл нәрселердің алдын алу үшін алғашқы белгілерін байқасымен ақ маманның кеңесіне жүгініп емделу шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануы. Сапасыз су, тазартылмаған су қанның қоюлануына әкеп соғады. Себебі күнделікті қолданыста жүрген су қанның 80%-ын құрайды. Сондықтан хлорлы немесе лас суды жиі тұтынса, дене оның өзгеруіне көп энергия жұмсауы мүмкін. Оның жақсы құрылымды болуы маңызды рөл ойнайды. Себебі оның алғашқы міндеттерінің бірі қанды сұйылту, сонымен қатар қоректік заттардың сіңімділігін жақсарту. Ағзаның қышқылдануы. Егер адам күнделікті тамақтануда қышқылды тағамдануды жақсы көрсе, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануына қоса қышқылдануын орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы микроөзгерістерді компьютерде отырып жарты сағат жұмыс істеген соң да байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі, улану, қозғалыстың аздығы, жиі стресстік жағдайлар, авитаминоз сияқты жетіспеушіліктер қанның қоюлануына әкеп соғады. Қанның қоюлану белгілері: көру және есту қабілетінің нашарлауы, қанның жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған ортаны сезіп білу қабілеттері біртіндеп нашарлай бастайды. Сонымен қатар, құлақта шу пайда болады, тыныс алу қиындап, жүректегі қанды қайдау ауыр болғандықтан артмия пайда болады. Сонымен қатар, құлақта шу пайда болады, тыныс алу қиындап, жүректегі қанды айдау ауыр болғандықтан аритмия пайда бола бастайды. Ол әрине жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу қаншама қозғалыстан кейін де тыныштықта болады. Аяқ-қолдарының шаншуы. Негізінде шаншу ұю сезімімен қатар жүреді. Бұл жағдайда капиллярға жақсы қан бармағандықтан пайда болады. Бұндай жағдайда тірідей көгерулер пайда болады. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінеп, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндіздің өзінде де адам тез шаршап, көзі кіртеп, астыңғы жағы қарайып тұрады. Мазасыздану, алаңдаушылық, уайым сезімнің туындап, тағат таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы, қызуыңыздың көтеріліп, сүйегіңіздің сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Әсіресе басыңыздың артқы және ауырсынулары пайда болады. Баяу қан кету. Абайсызда қолыңызды немесе басқа жеріңізді кесіп алсаңыз, қан баяу білінер-білінбес болып ақса, оның үстіне қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болса, қаныңыз қою деген сөз. Бас ауру. Қаны қою адамның басы жиі ауырады. Оны не дәрі, не демалыс емдей алмайды. Аурудың алдын алу және емдеу жолдары. Өсімдік қоспаларынан даярланған тұнбалар қанды сұйылтуда жақсы нәтиже береді. Қанды сұйылтуда жақсы көмектесетін екі түрлі шөп бар. Ол
бал дәмдес өсімдік түйе жоңышқа деп аталады және ақталдың қабығы екеуі де оңай табылатын шөптер. Дәріханадан алып қолдану тәсілі бойынша тұтынсаңыз болады. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсеңіз жеткілікті. Ал егер қайталағыңыз келсе, араға 4 ай салып барып ішкеніңіз жөн. Күзгі ауруларға таптырмайтын ем саналатын мүгжидектен компот қайнатып ішсеңіз, ағзаға күш-қуат сыйлап, қанды қоюланудан сақтайсыз. Ол сонымен қатар тұмаудың алдын алуға көмектеседі. Бұл сусын асқазан және ішек ауруларын емдеуге аса пайдалы. Тағы бір қасиеті жөтелден құтылуға көмектесе алатындығында. Ол үшін күнде 3 мезгіл осы шырынға бал қосып ішкеніңіз жөн. Таңертең ұйқыдан тұра сала таза су ішіңіз. Бірталай аурудың алдын аласыз. Қанды судың да көмегімен сұйылтуға болады. Негізінде адамдар аз көлемде су қабылдайды, алайда суды мөлшермен ішкен ағзаны шайып тұруға мүмкіндік бар. Адамның 70% судан тұрады емес пе? Аса мән беретін жайт судың тазалығы. Себебі лас немесе хлорлы су қанның қоюлануына әкеп соғады. Судың аздығы да қоюлануға әкеп соға алады. Қанды сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр су ішкен абзал. Ал қан қою болса, есту және көру қабілеті нашарлап, аяқ-қолдары ұйып қала беретін болады. Ғалымдардың зерттеуінше, егер адам ағзасында 2% су жеткіліксіз болса, күш-қуаты 20%-ға азаяды деп дәлелденген. Денсаулықта сақтау өз қолыңызда. Қанның қоюлануы алкогольді, ысталған етті, газдалған сусындарды әсер ете алады. Олардың орнына майлы балық, брокколи, жеміс, жидектер, жүзім, ананас немесе басқа да жемістерді жеңіз. Оған қоса зімбір шайы өте пайдалы болып келеді. Ем болсын деген ниетпен видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойғаныңыз абзал. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.